Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Бүгін біз сіздермен үлпілдек пирожкидің дайындау тәсілін үйренетін боламыз. Әркім әртүрлі дайындайды. Мен бүгін сүтпен дайындап көрдім. Ең алдымен 300 грамм сүтімізді микротолқынды пеште жақсылап жылытып алдым. Содан соң 1 шай қасық тұзымызды, одан соң 1 шай қасық дрожжымызды салып жақсылап 10 минутқа қойып қойдым. Енді 10 минутқа қойған жерім видеоға түспей қалыпты. Содан соң ситадан өткен ұнымызды жақсылап осылай қамыр қолға жабысатындай болғанша араластырып, бір қалыпты массаға келгенше жақсылап дайындап алатын боламыз. Осы пирожки маған қатты ұнайды. Әсіресе осылай жаз айларында күн ыстық болса да, мен пикникке жасап алып шыққанды жақсы көремін. Міне қамырымыз уже басы бірігіп, жақсы болып дайындалып шықты. Енді бетін жауып, жарты сағатқа немесе 1 сағатқа қойып қойсаңыздар болады. Көтерілген кезде алып істете бересіздер. Маған тіркеліп, подписаться кнопкасын басып, қолдап кетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Егерде маған подписация етіп қойсаңыздар, менде жаңадан шыққан видеоларды ең бірінші болып көруге сіздерде мүмкіндік көп. Міне бізде уже қамырымыз көтеріліп дайын болып шықты. Оның қамырын дайындап аламын дегенше, бізде қайнап дайын болған картошкаларымызды осылай тұзын бұрышын салып дайындап алатын боламыз. Менде мына жерде укроп қосып жатырмын. Сіздерге егер укроп ұнамайтын болса, қоспай қойсаңыздар болады. Сүтпен қосып араластырмадым. Маған сүтпен қосып араластырған ұнамайды. Пирожкиге қосатын кезде міне біздің салмамыз уже дайын болды. Міне көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз көтеріліп шыққан қамырымызды осылай 2 бөлікке бөліп алдым. Содан соң кішкене дөңгелек бөліктерге бөліп алдым. 70 грамм деп есептеп алсаңыздар болады, егер сіздер граммдап жасайтын болсаңыздар. Қатты көп болып кетпеу қажет, өйткені ортасы піспей қалуы мүмкін. Сол үшін осылай дайындап алып, сосын оқтаумен жайып, өздеріңізге ыңғайластырып, начинканы 2 шай қасықтан салып қосып отырдым. Немесе қолмен жайып алсаңыздар болады екен, олай да жақсы шығады екен. Не көріп тұрғандарыңыздай осылай түйіп алатын боламыз. Өте дәмді болып шығады, жасап көріңіздер. Немесе осылай өріп, түйіп жасап алсаңыздар болады. Міне менде дайын болған түрі. Осындай түрінде жасадым. Содан соң қатты қызып тұрмаған, орташа отта қысып тұрған майымызға салып, екі жағы қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Осылай қасықтың немесе шанышқының көмегімен үстіне май шашыратып пісіріп алсаңыздар болады. Ортасы толықтай пісіп шығады, дәмі өте дәмді болып шығады. Осылай барлығын 2 бетін қызаратып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Менің арнамда бұдан өзге де рецепттер бар. Сіздерге үй жағдайында дайындалатын рецепттерді ұсынатын боламын. Және де ерекше рецепттер салып отыруға тырысамын. Менімен соңына дейін болғандарыңыз үшін сіздерге рахмет. Маған подписация етіп, қолдап кетулеріңізді сұраймын. Сау болыңыздар, сіздерге ас болсын. Сіздермен болған Гүлшат.